жазылуы көрсетілді осы операция. Және ол графикалық жазылуы әрбір стандарт бойынша әртүрлі беріледі. Тағы да бір айта кететін жайт, емес операцияны кездескен операцияны жұмыс ұсынғым келеді. Осы сайтқа өтіп, логикалық қосу сызбасын құрып шығу. Сызбасын береді. Чатта ссылкасы жіберілді. Осы кестені құру мақсатымыз ол оқушыларға көрнекі көрсету. Теріске шығару операциясы керісінше бізге жарығымызды жағады. Көрдіңіздер ме? Лампочка жанып тұр. Ал екінші жағдайда жақсы, екінші кірісі шығарады. Негізгі тағы да бір кіріс керек. Ұмытпаңыздар, көбейту операциясы N. Енді қараңыздар, кестені құрған кезде сіздерге негізгі қандай ақпарат қажет? Қараңыздар, input деген кезде сіздерге тумблер керек, қосқыш немесе. Ал output деген ол шығысқа бағытталған нысандар, осы жерде біз жарықшамды қолданамыз. Ал logic gate деген логикалық операциялар төменгі жағында беріліп тұр. AND операциясы, OR операциясы, қазір біз OR операциясын қолданамыз. Үш жағдайда бізде жарықшам жанбайды, ал бір жағдайда жанады. Біз осылай ақиқат кестесін дәлелдей алдық. Енді келесі тапсырма сіздерге үлестірмелі парақша ретінде беріліп отыр. Логикалық сызба және ақиқат кестесі деп. Барлықтарымыз бірге қазір ақиқат кестесін толтырып көрейік.